Зекет беру шариғатта ақыл есі дұрыс, бәлиғат жасына жеткен, өзінің мал мүлкі нисап мөлшеріне толған, яғни зекет беретін мал мүлкі ие болған мұсылман адамға зекет беру парыз. Үкіметке салық төлейтін адам жалпы зекет беруден босатылмайды. Жалпы мемлекеттік бюджетке жеке және де заңды тұлғалардың төленетін төлем бұл салық. Ал енді зекетке келетін болсақ, ауқатты мұсылмандарға Аллах Тағала тарапынан парыз қылынған амал болғандықтан босатылмайды деп айтуға болады. Зекет шариғатымызда 85 грамм алтыннан есептеледі, яғни 85 грамм алтынға ие болған адам зекет береді. 595 грамм күмістен есептеледі. Немесе қазір ол ақшаға санайтын болсақ, миллионнан астам, яғни миллионнан астам ақшаны құрайтын болса, ол жыл санағымен бір жылды толтыру керек. Мысалы, ол жылдың басында нисап мөлшері, яғни 85 грамм алтынды құрайтын ақшасы болып, ол жылдың ортасына келген кезде ол өзінің жаңағы ақша азайып көбеюі мүмкін жұмысының. Ал енді бұл жерде жылдың соңына дейін сол мөлшері ақша сақталу керек, яғни жылдың басымен және де жылдың соңын қарайды. Зекетті тек қана Рамазан айында ғана емес, жалпы зекет мал мүлкі нисап мөлшеріне жеткен уақыттан бастап есептеледі, сол жылдың ішінде беріледі, яғни тек Рамазан айынан тыс айларда да беріледі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы зекет және қайырымдылық қоры бізде қолдан қолға деген жобамыз бар, акция. Сол акция аясында бізге зекеттерін алып келіп табыстаған жандардың зекеттерін мұқтаж жандарды осы жерге шақыра отырып, солардың қолдарынан біз ортадағы көпір ретінде біз сол мұқтаж жандарға таратамыз. Яғни қандай да зекет келетін болса, ол міндетті түрде таратылады. Шариғатымызда Аллах Тағала Құран кәрімде Тәуба сүресінің 60 аятында зекетті арнайы топтарға беруді бұйырған. Бірінші, кедей-кепшіктер, міскіндер, зекет жинауға зекет жинайтын адамдар, яғни көмектесушілер, қарызға батқандар және де жолда қалған міскін жолаушыларға және де дін жолында жүрген, дінге қызмет істеп жүрген, Алла жолында жүрген қызметкерлерге беріледі. Онлайн зекет беру шариғатқа қайшы емес, бұл керісінше қазір ашықтықты білдіреді. Онлайн өздеріңіз білесіздер, қазір пандемияға байланысты осы 1,5 жылдан бері садақа болсын, зекет болсын, ол онлайн түрде аударылып жатыр жағдайға байланысты. Дәл сол сияқты біздің зекет және қайырымдылық қоры Каспи қосымшасынан ашылған біздің қосымша арқылы зекеттерін де және де садақаларын да аударады. Сол түсім арқылы біздер қайырымдылық жасаймыз. Жыл сайын жалпы қанша зекет төлейтінін біз анық айта алмаймыз, өйткені зекетті алып келуіне байланысты біз таратамыз, сол сәтте, сол мезетте таратамыз. Ал енді қысқаша айтатын болсақ, тек қана былтыр осы қолдан қолға жобасы аясында біз 2000-ға жуық отбасына қаржылай көмек қолдау көрсеттік. Шариғатымыз бойынша жалпы ақшалай да береді, және де өзінің айналысып жатқан кәсібінен тауар түрімен берсе де болады. Ауқатты мұсылмандарға зекет беру парыз, ал егер кімде-кім зекетті шариғи үкім емес дейтін болса, ол адам діннен шығады. Ал егер зекет беретін жағдайы бола тұра зекетін бермейтін болса, ол адам күнәһар, пасық болып есептеледі шариғатымызда. Зекет беру кезінде алаяқтарға алданбау үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы зекет және қайырымдылық қоры орналасқан. Осы жерге келіп зекеттерін табыстайтын болса, біз оның қолма-қол жобасы бойынша мұқтаж жандарды шақырып, сол кісінің қолымен тікелей мұқтаж жандарға тарататын боламыз.
фитр садака тек қана Рамазан айында беріледі. Рамазан айының, яғни айт, ораза айтқа дейін берілетін уәжіп болған амал, бұл тек Рамазан айында беріледі. Ал енді зекетке келетін болсақ, зекет нисап мөлшері толғаннан кейін әрбір айда берілу керек болған парыз амалға жатады.